Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге кері байланыс немесе оқушылардың білімін тексеру мақсатында қолданатын TestMoz деген интернет сервисін таныстырғалы отырмын. Браузерге TestMoz деп жазсаңыздар, сіздерге осындай бет ашылады. Соның біріншісі testmoz.com деп басасыздар. Так, бізде интернеттің жылдамдығы өте әлсіз болып тұрғаннан кейін кішкене баяу болып тұр. Так, содан сіздерде осындай меню бет ашылады, негізгі беті. Тіркеліп алуға да болады, немесе тестті осы жерде жасай беруге де болады. Егер де сізге тест ағылшын тілі қиындық тудырып жатса, Google Translate'пен аударып алуға болады. Қазақ тілінде аударып, орысша аударып болады. Аударып алсаңыз, міне тест бірден құрастырасыз, қандай сұрақтар болады, соның жауабымен тұрады. Ерекше бір тапсырмалардың түрін белсенді түрде өзгертетін түрлері болады мына жерде. Енді қазір тест құрап көрейік. Бірінші тесттің атын жазып аламыз. Қайта бойынша. Физика 7-ші сынып дей салайық. Мына жерге жай браузерде жоқ. 2-3 деп өзіңіз 1-2 деп қоя салыңыз админ ретінде. Так, болғаннан кейін сізде осындай бет ашылады. Негізінде көшін сұрақтар құрастыру, publish деген жариялау, result деген нәтижесін көру. Егер де сізге қиындық тудырса, тағы да қазақ тілге аудара салыңыз. Бүкіл инструменттерінің барлығы қазақша аударылды. Бақылау тақтасы болады мына жерде біріншісі. Ары қарай, егер тесттің сұрақтың мазмұнына қарай 7-ші сынып, мына жерде тағы не жазуға болады. Нешінші тоқсан яғни. 2-ші тоқсан бойынша дейік. Мына жерде үлгілердің біреуін таңдайсыздар. Маған көк түсін айт деген сияқты. Болғаннан кейін ары қарай міне барлық сұрақтар бір бетте тұрғанын көресіз бе, әлде әр бетте тұрғанын көресіз бе? Бір сұрақ бір бетте болғаны дұрыс. Әйтпесе белгілеп алып, балалар бір-біріне скрин жасап жіберуі мүмкін. Қанша уақытта орындап болу керек? 5 минуттек. Ұзағандар 7 минут тоқтай келді. Кейбіреу кешігіп жатса кіріп, мына жерге жазып қоясыз. Оқушының толық аты жөні. Болды, бірғаннан кейін ағай сейт деп сақтап қоясыз. Сақталғаннан кейін де сіздерге бірден сұрақ қойып, яғни біріншісінде multiply choose деген сіздерді сұрақ береді, таңдайсыздар, көбін таңдайып, true false, бос орындауды толтыру керек, machine деген сәйкестендіру, яғни қысқаша есте жазуға да болады бұл жерде, файл жүктеуге де болады, сәйкестендіру, сандық тұрғыда қарастыруға болады деген көптеген түрлері келіп тұр. Яғни бағалау бойынша, бағаламайда бал бермей ақ істеуге де болады, және басқа түрлері де бар. Яғни маған бағалайтын түрі керек. Бір таңдау немесе көп таңдау, әрине бір таңдау бойынша сұрақтарды құрып аламыз. Бұл жерде бір жақсысы міне формулаларды жазғанда квадратын, индексіне жазылатын сандық түрде фото қоюға болады, файл жүктеп қоюға болады, видео қоюға болады. Енді бір қарайық сұрақты көріп. Мысалы, дайын сұрағыңыз тұрады. Келесіз де мұнда кеп қоясыз.
Жердің денені өзіне тартатын күші қалай аталады? Көшіріп қоюда дұрыс жауабы мында өзгерленіп тұрады. Сол жерге міндетті түрде дұрыс жауабын қойыңыз. Күш бөлініп күш екіліс күші бұл жауап жетеді. Бір жақсы жігіт түсініктеме қалдырып кетуге де болады. Дана қосып мына жерге, яғни күш туралы анықтама жазып кетіп сақтап қоюға да болады. Әрбір сұрақты сақтап отырасыздар. Болғаннан кейін келесі екінші тапсырмаға келуге болады. Яғни бірнеше жауабын таңдау арқылы, иә? Оған мысалы енді келесі таңдау үшін жауабын таңдауды грамм сантиметр куб айландырамыз. Оны айландыру үшін ең алдымен қалай істеу керек? Есептегінің мазмұнын қойып аласыздар. 1 грамм сантиметр кубтан 1000 килограмм метр куб болса, керісінше 1000-ға бөлеміз. Дұрыс жауабын әкеліп қоямыз. Басқа таңдау керек бұл жерге тағы да. Сақтап қоямыздар қарай. Келесі true false арқылы да жазуға да болады. Тапсырманы біреуіне келе салайық. Мысалы, келесі мынандай сұрақ болсын, е? Заттың тығыздығын анықтайтын формула. Заттың тығыздығын Рho масса бөлінген көлем. Массамен формула. Анықтайды. Әрине бұл рас деген жауап. Түсініктеме жазып кетуге болады. Келесі сәйкестендіру дейік. Мысалы үшін өлшем
бірлікті сәйкестендір десек, мысалы күш дейік. Күш десек, келесі бір жауын туралы қоясыздар. Тәнбей салайық. Так, ұзындық метр дей салайық. Так, масса төрт килограмм дей салайық. Килограмм. Сәйкесіндік тапсырмасында болдық. Енді ары қарай сақтаймыз. Жарайды, енді ары қарай жариялау дейік. Так, мына жерден жауаптарын көрсетпейсің, тек қана түсіндірмесін көрсетуге болады деп осылай қоюға болады. Содан ары қарай паблиш дейсіздер. Паблиш дегеннен кейін болды. Мына сілтемені аласыз да оқушыңызға жібересіз. Оқушыға жібереміз. Оқушы ретінде кіреміз қайтадан. Физика 7-ші сынып деп осылай кіреді. Студент болып кіреміз. Оқушының толық аты жөні. Мысалы, Жазира дей салайық. Старт деп бастайды оқушы. Ары қарай жалғастырады. Так, ауырлық күші дейді. Келесі дұрыс жауаптарын бөліп осылай. Сәйкестендіру бойынша бірінші жауап береді. Ұзындыққа 4 келеді. Массаға 2 келеді. Жылдамдыққа 3 келеді деп қоясыз. Ары қарай аяқтайсыз. Балаларға 94% дұрыс дегенсіз. Енді ары қарай өзіміз қараймыз. Енді результат көру үшін, нәтижесін көру үшін осылай басасыз. Яғни сізде осылай оқушының жасаған жұмысы көрініп тұрады. Сіздер де қолданып көріңіздер. Мынау басқа тест құрайтын интернет сервистерге қарағанда кішкене ықшамды және жинақырақ.